Суперстарлық Алмас Кішкенбаев көптен бері сахнадан көрінбеді, ел назарынан тасада жүрді. Сөйтсек, бұл дауыл алдындағы тыныштық екен. Біраз уақыт ән іздедім. Жалпы негізі арасында творчестволық адамдарда, творчествосында жалпы сондай үзілістер болып тұрғаны дұрыс. Жаңа күш-қуатпен жаңа жұмыстарды қайтадан бастауға үлкен бір септігін тигізеді. Біраз уақыт іздеген әнін Алмас қырғыздардан тапты. Жоқ, плагиат деуге асықпаңыз. Әнші арнайы рұқсатын алған. Ол еркеле деп аталады. Ең бастысы туынды Кішкенбаевтың көңілінен шықты. Бұған дейін менің репертуарымда бұндай әндер болған емес, және де бұндай бейнеклиптер болған емес, өте көңілді бейнеклип болады. Түсі жағынан өздеріңіз көріп те тұрған шығарсыздар, өте ашық түстерді көп қолданған. Ол енді режиссердің өзінің көзқарасы бойынша. Сюжетіне тоқтала кетсек. Мен бір қызға ғашықпын. Ол қыз маған қарамайды. Бірақ соңында әйтеуір дегеніме жетемін. Түсіріліп жатқан бейнебаян 3 апта көлемінде қалың көпшілікке жол тартады. Сол кезде өз бағаларыңызды бере аласыздар. Мұнымен Алмастың жаңалығы бітпек емес. Бұнымен тоқтап қалып жатқан жоқпыз. Әрі қарайда жаңалықтар өте көп. Барлығын бірден дәл қазір ашып жарып айтпай қойын. Бірақ Гәккуді міндетті түрде шақырамын. Ендеше сүйікті әншілеріңіздің жаңалығын бірінші болып естігіңіз келсе, Гәкку арнасы үнемі қосулы болсын.